Бүгін 7 маусым күні 5 күн 3, 4, 5, 6, 7 5 күн гипстамын. Қолым иығым әлі ауырып тұр. КТ-ға бара алмаймын. Үйден шықпаймын. Осымен жүремін енді осылай. Мұрнымнан қан ақты, қан қысымым төмендеп қалды. Түнмен дөңбекшіп ұйықтай алмаймын. Қатты гипс. Міне біздің жетіскеніміз. Міне маған үстіме мынандай дақ. Қазақта простынан сейсеп дейді. Мынандай ескі құсқы сейсепті үстіме жамылдырған. Содан жүргеніп отырмын. Өз дақ. Мына қатты гипс. Ал Кеңес одағында тұр осай гипспен орап еді. Ешқандай өзгеріс жоқ. Сол қалпы. Ал енді қолтығыма мынандай мата тық қойған. Ол да гипс бәрі. Осы гипс қолтығымды қышытып, түнмен ұйықтатпайды. Енді алып суырып шықтым, не болса да. Өзі дағы мына қанындағы. Кімне қалған білмейсің. Бұрын Кеңес одағында перзентханада босанғанда осындай шүберекті бізге қайнатып, пісіріп, қоңыр қылып, дақ қылып салып беруші еді. Онда ол кезде енді білмейміз ғой көп нәрсені. Енді дамыған Қазақстан деп Назарбаев бізді қарқ қыламыз деп айтып кеткен Қазақстаны міне мынандай түкте дамыған жоқ. Сол қалыпта 30 жыл өтсе де сол әдіспен, Кеңес одағындағы әдіспен өмір сүріп жүрміз. Міне қазір мына дақты дұрыстап көрсетейін. Мына қаны дақ, мына гипс, қанша гипс үстінен үгітіліп түсті. Қышытып түнмен ұйықтай алмаймын. Міне дамыған Қазақстан деген осыны айтыңдар. Осы қазақ елі үшін шырылдап, әл ауқатты өмір сүрейік, бай қуатты болайық деп шырылдап жүгіріп жүрмін. Ал қазақтар осылай үндемей, соқыр боп, риза боп жатыр өміріне. Осы өміріне риза біздің қазақтар.